Барлықтарыңызға қайырлы күн. Мен бүгін сіздерге қалай 2,5 мың теңге телефонмен ешқандай ақша салмай ақша табуға болатынын көрсететін боламын. Сол себепті де видеоны міндетті түрде басынан соңына дейін көріңіздер. Әрине қызықтыратын болса, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, қоңыраушаны басып қоюды да ұмытпаңыздар. Ал енді қараңыздар, бірінші сайт Hopping.io деп аталады. Бұл естеріңізде болса бір пони жаратын немесе вертолеттан букстар лақтыратын сайттар болған. Сол сайттардың разработчиктарынан. Яғни бұл жерде біз шынымен де $5 ақша шығарып алуға мүмкіндігіміз бар. Оны қалай шығарамыз? Қазір мен сіздерге басынан аяқ түсіндіретін боламын. Бізге ең басында 50 энергия беріледі. Мен қазір ол 50 энергияның барлығын құрттым. 50 энергиядан маған $2.22 жиналды. Біз просто секіреміз, реклама өте көп. Мені көргендеріңізде бізге осы жерден ақша шығады, point шығады, или ештеңе шықпайды. Кейде энергия шығатын кездер болады. Яғни 4 нәрсе шығады: ақша, поинттар, одан кейін кейде ештеңе шықпайды, кейде энергия шығады. Міне. Ал қазір менде ақша шықты 0.28. Міне көргендеріңізде $2.50 болды. Одан бөлек энергияны біз қайдан аламыз? Энергияны біз көргендеріңізде әр 1 сағат сайын аламыз. Әр 1 сағат сайын бір энергия аламыз. Яғни күніне 12-13 энергия алуға болады. Менде жаңа айтқандай басында берген 50 энергиядан $2.50 жиналды. Қазір мен энергияны алған соң ары қарай көрсететін боламын. Міне энергияны мен 3-ші рет басқан кезде ғана энергия кірді. Себебі бұл жерде рекламалар өте көп көргендеріңізде. Басасын реклама шығады, грамотно басу керек. Капчаны шығады, claim bonus дейміз. Бізге бір энергия береді. Мен дәл қазір мен бір энергия алдым, енді 1 сағаттан кейін келіп тағы да бір энергия алам. Одан бөлек бұл жерде қалай энергия тағы да табуға. Қараңыздар, энергия табудың ең бұл жерде тиімді жолы дос шақыру. Дос шақырғандарыңыз үшін сіздерге қателеспесем бір энергия береді. Одан кейін Point Shop и Surflinks деген жерлерден тоже энергия табуға болады. Point Shop'тан таба алмайсыздар. Point Shop деген жинаған поинттарыңызды просто айырбастайсыздар. Surflinks и Earn Energy деген жаңа көргендеріңізде тегін энергия алу. Surflinks деген бұл басатын болсақ қазір бізге просто реклама көргеніміз үшін энергия береді. Қазір мен сіздерге көрсем. Міне көргендеріңізде 20 секунд реклама көретін болсақ бір энергия береді. 20 секунд бір энергия тоже қазір екеуі ғана бар екен. Одан кейін Earn Energy деген жерде біз қателеспесем задание орындағанымыз үшін, осындай типа осы компаниялардан заданиялар орындағанымыз үшін бізге тоже энергия береді. Энергияны дәл осындай жолмен жинауға болады. Мен ойымша ең оңай и ең тиімді жол ол дос шақырып жинаған. Достар қалай шақырасыздар? Чаттарға осы ақша табу жолы жайлы просто пост жазып шығасыздар, болды. Чаттар көп, менің чатым бар, чат Қазақстан деген чат бар, тоже ақша табу деген чаттар өте көп. Ал енді бұл жерден қалай ақша шығаруға болады? Withdraw деген басамыз. Бұл жерде дәл қазір минимальный сумма $5, бірақ өсе береді. Адамдар шығарған сайын өсе береді. Себебі әр қайсысында лимит бар. Мысалы қазір көрсете салайын. Міне TRX-те уже аз қалған, Dogecoin уже осынша тұр, Litecoin тоже аз қалған $50. Міне TRX пен Dogecoin сіз $5-дан шығара аласыз. Ал Bitcoin $10, Ethereum 100, Litecoin $50. Яғни бізде әлі мүмкіндік бар. Менің ойымша 2-3 күн ішінде шығарып үлгеруге мүмкіндігіміз бар. Одан кейін Point Shop, яғни поинттарыңызды, жинаған поинттарыңызды сіз просто әртүрлі сыйлықтарға айырбастайсыз. Қазір көрсетемін. Міне типа біріншісі достарыңыз үшін, типа достарыңыз шақырсаңыз сізге 2 есе энергия береді. 500 поинт тұрады. Одан кейін сізде капча шықпайды, 500 поинт тұрады. Дәл осылай өздеріңіз қарап шықсаңыздар болады. Менің ойымша ең дұрысы осы сияқты. Біріншісі мен үшін әрине. Әркім өзі біледі. Примерно 50 энергияны кетіріп сіз $2,5 мен $2 арасында таба аласыз. Мен $2.24 деді жаңа. Қазір $2,5 болды. Тағы да маған минимальный сумманы шығару үшін примерно 70-80 энергия керек. 70-80 энергияны мен бүгін табатын болсам, бүгін міндетті түрде ақша шығарып көруге тырысатын болам. Әрине ақша шығаратын болсам, Телеграмға пост болып шығады. Мен Телеграм группама тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліңіздер. Ал енді екіншісі қараңыздар, бұл кошелек WVC деген монетаның кошелегі, және де бұл кошелектің ішінде біз тегін монета алып, сол монетаны стейкингке жібере аламыз. Дәл қазір бұл монета қанша тұратынын көрсете аламын. Міне CoinMarketCapқа кіретін болсақ $4 тұрады. CoinMarketCapта дәл қазір осы монета $4 тұрады. Яғни бізге қазір басында сыйлық ретінде 2 монета береді. $8 береді. И оны біз не істейміз? Оны біз міндетті түрде стейкингке жіберуіміз керек. Қазір мен сіздерге қалай жіберу керек екенін көрсетемін. Ең бірінші сізде кәдімгідей MetaMask, Trust Wallet тіркелген сияқты
Trust Walletке MetaMask аккаунт ашқан сияқты аккаунт ашасыздар, сид фраза шығады, сид фразаны міндетті түрде сақтап аласыздар. Одан кейін сіздерде дәл осы жерде 4 терезе болады. Ең бірінші алу үшін сіз не істеуіңіз керек? Менде қазір аккаунтқа кірсек, историяда бар. Міндетті түрде историяда маған ең бірінші 2 монета алғанмын. Ол 2 монетаны қалай аласыздар сіздер? Ең біріншісі airdrop claim деген тұрады. Яғни қазір менде ол жоқ, майнинг деген жерде сізде осы жерде airdrop claim деген монета тұрады. Жоқ, airdrop claim деген басатын кнопка тұрады. Соны басасыз. Соны басқан кезде сізге осы проекттің, яғни осы монетаның группасы бар. Солардың социальный сеттеріне тіркеліп шығыңыз дейді. Яғни Telegram группасына, Discord'ына, Instaсына, YouTube'ына тез тіркеліп шығасыз. Одан кейін airdrop claim деген кнопканы тағы бір рет басасыз. Сізге 2 монета береді. Ол 2 монетаны сіз қайға жібересіз? 2 монетаның екіншісі сізге activation процесс деген сөйлі тоже кнопка тұрады. Соны басасыз. Яғни сіз активация жасайсыз. Одан кейін 1 монетаңыз стейкингке жібересіз. 1 монета күн сайын сізге қателеспесем көп емес монета алып келіп тұрады. Менде қазір жібергеніме примерно 1 сағаттай уақыт болды. 0.03 монета алып келді. 1 сағаттан сәл көбірек болуы мүмкін. И просто күніге стейк деген басып отырасыз. Мені басасыз. Менде қазір жүріп жатыр. Мынау толғаннан кейін қайтып бір рет басам. Менде қазір бүгінге басыңыз, тағы да ертең басыңыз деп тұр. Дәл осылай күніге басып тұрамыз. И жинаған монетамызды қателеспесем мен ойымша просто шығарып алуға болады. Трансфер деген жерге кіріп шығарып алуға болады. Менде дәл қазір баланста жоқ, сол себептен мен шығара алмаймын. Одан бөлек бұл жерге тоже достарымыз шақырсақ болады. Refer earn деген жерге кіріп